Сәлем достар, біз сіздермен түзу мен жастық арасындағы бұрыш тақырыбын қарастырамыз. Алдымен түзу мен жастық арасындағы бұрышты бейнелеу үшін алдымен бізге кез келген альфа жазықтығы берілсін. Осы жазықтықта А түзуі оны бір А нүктесінде қиып өтсін. А түзуі өтеді. Осы жазықтықты А нүктесінде қиып өтеді. Яғни А түзуі қиылысады альфа жазықтығы мен А нүктесінде. Енді осы түзу мен жастық арасындағы бұрышты қалай көрсетеміз? Ол үшін қараңыздар, А түзуінің бойына кез келген бір Б нүктесін алайық. Бұл Б нүктесі бізге тиісті А түзуіне. Бірақ Б нүктесі альфа жазықтығына тиісті емес. Яғни А түзудің бойынан алдық. Осы Б нүктесі арқылы альфа жазықтығына перпендикуляр түсірек. Яғни перпендикуляр түсетін болса, ол 90 градуспен түседі. Яғни ол бізде С нүктесі деп алайық. Сонда ВЦ перпендикуляр. Сонда АВ көлбеу. Суретке қараса АВ көлбеу. Ал ВЦ перпендикуляр. Енді бізге А ол көлбеудің табаны болатын, ал С перпендикулярдың табаны. Екеуін қосатын болсақ, бізде АС. Яғни бұны біз арғай созынысын жалғастыра аламыз. Екеуін бұл да түзу. Енді осы түзу мен А түзу мен альфа жазықтығындағы арасындағы бұрыш берілген көлбеу мен осы көлбеудің проекциясындағы арасындағы бұрышқа тең болады. Яғни мына бұрыш. Басқаша жазғанда А түзуі мен альфа жазықтығының арасындағы бұрыш дегеніміз, ол бізде осы көлбеу мен көлбеудің проекциясы арқылы өтетін бұрыш ВАЦ бұрышы. Бірақ мынандай сұрақ туындауы мүмкін. Осы А нүктесі арқылы өтетін бірнеше түзулер болуы мүмкін. Яғни тағы да бір Б түзуі өтуі мүмкін. Тағы да С түзуі өтуі мүмкін, кез келген. Осылардың да арасында да болуы мүмкін деген сұрақ туындауы мүмкін. Оны дәлелдеуді қарастырайық. Ол үшін бізге қараңыздар, ВЦ перпендикуляр болатын, ал кез келген Б түзуі арқылы біз С мен В түзуіне перпендикуляр болатын, перпендикуляр түсіре аламыз. Бірақ осылардың арасындағы бұрыштардың әрқайсысы осы түзу мен альфа жазықтық арасында бұрыштардың ең кішісі тек көлбеу арқылы жүргізілген, осы түзу арқылы жүргізілген көлбеу мен көлбеудің проекциясында арасындағы бұрыш болып табылады. Басқаша салып көрсетейік. Яғни кез келген жазықтық берілсін. Осы жазықтықтың бойынан кез келген түзу бір нүктеде қиып өтетсін. О нүктесінде А түзуі. Енді осы А түзінің бойынан кез келген бір нүктені аламыз, А нүктесін. Ол біз перпендикуляр жүргіземіз. Яғни бұл перпендикуляр, бұл түзуді жазықтықты қиып өтетін білеміз. Енді бұл нүкте мен түзуді қосатын болса, бұл жерден түзу өтеді. Сонда мына бұрыш, осы АОВ бұрышы, осы жазықтық пен түзудің арасындағы бұрыш болып табылады. Ал басқа, осы О нүктесі арқылы өтетін басқа түзулермен салыстырсақ та, ол бұрыш үлкен болып табылады екен. Сондықтан балалар, ең кез келген түзу мен жазықтықтың арасындағы бұрыш, яғни А түзуі мен альфа жазықтығының арасындағы бұрыш, кез келген жазықтық. Бұл бізге осы түзу арқылы өтетін көлбеу мен көлбеудің проекциясы арқылы, яғни АО түзуі мен ОВ түзуінің арасындағы бұрыш. Яғни ол бізде АОВ бұрышы болады. Осы бұрыштардың ішінде біз одан да осы бұрыштың екінші жағы да бар, доғал бұрышы. Бірақ доғал бұрыш емес, әрқашан доғал бұрыш, яғни 90 градустан кіші бұрыш, яғни сүйір бұрыштарды қарастырады екенбіз. Сонда АОВ бұрышы әрқашан кіші болады 90 градустан.
Соны ескергеніміз жөн. Ал доғал бұрышты ол түзу мен жастық арасындағы бұрыш деп қарастыра алмаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.